Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі тақырыбымыз жаратылыстану 4-ші сынып, пайдалы қазбаларды немен алмастыруға болады? Бүгінгі сабақта сен пайдалы қазбаларды үнемдеу жолдарын білесің. Балалар, пайдалы қазбалар қоры дегеніміз не? Дұрыс айтасыздар балалар. Жер қыртыстарынан пайда болатын табиғи ресурстарды айтамыз. Ал балалар, сарқылатын ресурстарға не жатқызамыз? Ал сарқылмайтын ресурстарға? Дұрыс айтасыздар балалар. Сарқылмайтын ресурстарға ауа, күн, жел ресурстарын жатқызамыз. Ал сарқылатын ресурстарға пайдалы қазбалар жатқызамыз. Балалар, берілген энергия көздерін пайдалану мен пайдалы қазбаларды үнемдеудің арасында қандай байланыс бар деп ойлайсыздар? Сарқылатын ресурстарды үнемдеу үшін оларды сарқылмайтын ресурстармен алмастырады. Мысалы, мұнай мен көмірден алатын энергияны күннен, желден, судан, өсімдіктерден алуға болады. Жанар-жағармайдың орнына электр энергиясынан қуат алатын электромобиль шығарыла бастады. Металдың орнына жасанды материал, мысалы, пластик қолданылды. Қазіргі кезде құрылыс материалдары әктас, кірпіш сияқты заттарды да жасанды заттармен алмастырады. Есте сақтаңыздар балалар, пайдалы қазба сарқылатын табиғи ресурс болғандықтан, оны басқа ресурстармен алмастыру үнемдеуге септігін тигізеді. Адамдар жанғыш пайдалы қазбаларды үнемдеу үшін жылу энергиясын жерді терең қойнауынан алып үйренді. Мысалы, Исландияның астанасы Рейкьявик түгелдей жер асты ыстық су көздерінің энергиясымен жылытылады. Олар жер астынан тек жылуды емес, электр энергиясын да алады. Назарларыңызға рахмет балалар, сау болыңыздар. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.